күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысында түн мен күннің бір ұзарып бір қысқарып бірін-бірі қуалап алма-кезек алмасуында адамдардың пайдасы үшін теңізде жүзген алып кемелерде Алланың аспаннан жауын жаудырып, сол арқылы өлі жерге жан бітіруінде, жер бетіне жайған барлық тіршілік иелерінде, желдердің мың құбылып соғуында және аспан мен жердің арасындағы Алланың әмірінде болған бұлттарда Аллаға салып ойлана білетін қауым үшін Алланың құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсететін сан алуан дәлелдер бар. Соған қарамастан, адамдар арасында Алладан өзгелерді Аллаға тең тұтып, тіпті оларды Құдайдай жақсы көретіндер, яғни Алланы ұлықтағандай ұлықтайтындар бар. Ал мүміндерге келсек, олардың Аллаға деген сүйіспеншілігі, мүшриктердің жалған құдайларына деген сүйіспеншілігінен әлдеқайда күшті. Аллаға серік қосып, ең үлкен қиянатқа барғандар, азапты көргендерінде ғана түсінетіндей бар күш-қуаттың бір Аллаға ғана тән һәм Алла азабын өте ауыр екен осы күнде түсінсе ғой. Міне сонда Алланың азабын көргенде дүниеде ел-жұртты күпірлікке бастаған. Кәпір көсемдер өздерінің Құдайдай жақсы көріп, сондарынан ерген жұрттан безіп, біздің бұларға еш қатысымыз жоқ деп ат-тонын ала қашты. Барлығы да азаптың қандай екенін өз көзімен көрді. Және араларындағы бар байланыс бір жолата үзілді. Сол кезде ел жұртты күпірлікке бастаған кәпір көсемдердің соңынан ергендер, әттең дүниеге қайта орала алсақ қой, олардың бізден басын алып қашқаны секілді біз де олардан безсек қой деп аһ ұрады. Міне осылайша Алла оларға дүниеде істеген істерін көрсетеді. Сөйтіп олар аһ ұрып қатты өкінеді. Олар қанша жерден өкінсе де тозақтан әсте шықпайды. Ендеше уа адамдар, Алла сендер үшін жер бетін тіршілікке жайлы тұрақ етті. Олай болса, жердегі барлық нығметтердің адал, тазасын, әрі денсаулыққа пайдасынан жеп ішіңдер. Кәпір көсемдер мен оларға ергендерді тынбай азғырушы әзәзіл шайтанның басқан ізімен жүрмеңдер. Шүбәсіз, ол сендерге анық дұшпан. Ол сендерге жамандықты, арсыздықты, сондай-ақ Алла жайлы өздері нақты білмейтін нәрселерді сөз қылуды бұйырады. Оларға, яғни шайтанға ергендерге Алланың түсірген кітабына еріндер, соны ғана басшылыққа алыңдар делінсе, олар жоқ, біз керісінше ата-бабаларымыздан не көрсек, соны ғана басшылыққа аламыз дейді. Сонда ата-бабалары еш нәрсенің байыбына бармаған, әрі тура жолды таба алмаған болса да ма? Алланың үндеуін құлақ аспай, күпірлік қылғандардың мысалы бейне бір шопанның айқайынан басқа түк ұқпайтын, маңыраған бір отар мал сияқты. Олар ақиқатты естімейтін, керен мылқау және көрсоқыр. Сондықтан олар еш нәрсенің байыбына бармайды, ақылға салып ойланбайды. Уайыман келтіргендер, өздеріне ризық етіп бергеніміздің адал, таза һәм денсаулыққа пайдалы болғанынан жеңдер. Егер шынымен бір өзіңе ғана құлшылық ететін болсаңдар, Аллаға шүкіршілік етіңдер. Алла сендерге өлексені қанды доңыз етін және Алладан басқан атымен бауыздалған малдың етін харам қылды. Ал кім-де-кім басына аштан өлу қаупі төнгендіктен осы аталғандарды жеуге мәжбүр болса, онда өзгенің ақысын жемеу және зәрулік, яғни жүрек жалғарлық мөлшерден асырмау шартымен жесе, күнә қаламайды. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Алла түсірген кітаптағы ақиқаттар мен үкімдерді жасырып, оларды пара, пұл, мансап, атақ, абырой сынды түкке тұрғысыз нәрселерге ақыреттегі сауаппен салыстырғанда тым арзан бағаға айырбастағандар. Шынтуайтында ондайлар қарындарын жалын атқан отпен ғана толтыруда. Қиямет күні Алла олармен тілдеспейді.
әрі оларды күнәдан тазартпайды. Олар үшін жан төзгісіз азап бар. Міне бұлар иманның орны күпірлікті таңдап, тура жолдың орны адасушылықты, кешірімнің орны азапты сатып алғандар. Олар тозақ отына қандай төзімді еді десенші. Өйткені Алланың кітапты, яғни Тәуратты титтей күмәнға жол бермейтін, ақиқаттың нақ өзі һәм хақ жолға бастаушы ретінде түсіргені шүбәсіз. Солай бола тұра, кітап мәселесінде оның бір бөлігіне сеніп, бір бөлігіне сенбей, талас-тартыстан көз ашпағандар, әлбетте сауаптан марқұм, ақиқаттан алыс һәм бітіспес алауыз болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.